Hayırlı gün құрметті dostlar. Бүгінгі сабағымызда біз көңіл толқын күйінің екінші бөлімін үйренетін боламыз. Алдыңғы сабағымызда біз көңіл толқын күйінің бірінші бөлімін үйренген болатынбыз. Егер де сіз ол сабақты көрмеген болсаңыз, астындағы сілтемеге өтіп көрсеңіз болады. Бірінші бөлімін сол кезде біз 10 қатарын, яғни көңіл толқын күйінің 10 қатарын үйренген болатынбыз. Яғни 10 қатарының басындағы 2 тактіні бастадық. Бүгінгі 10 қатарынан бастаймыз және 3-ші, 4-ші тактілерінен, яғни ол бізде 8-де 8 деген ноталардан басталады. 8-де 8, яғни астында екінші шек, екінші саусақ, үстінде бас бармақпен басамыз және осы жерде төмен қағыс қағамыз, шерту қағысы арқылы және үстіңгі шекте 0-ден 0-ге лига жасаймыз. Бұлай іліп аламыз, яғни кеттік. Жоғары мына саусақпен және төмен тағы да. Келесі бізде 10-да 8, 4-ші саусақпен жоғары және 8-де 8-ге лига жасаймыз. Жоғары лига. Осыны қайталайық осы тактіні. Келесі бізде 7-де 8. Бұл жерде де дәл солай төмен, үстінде лига. Төмен және үстіңгі шектегі 4-ші саусақпен үстіңгі шектегі 10-ды аламыз. Астындағы емес үстіңгі шектегі 10-ды алып жоғары қағыс, жоғары шекте жоғары қағыс. Жоғары тартамыз. Енді келесі бізде 11-ші қатар 8-де 8, осыны қайталаймыз. Осы 10-ші қатардағы 2 тактіні. Келесі бізде 10-да 10. Дәл солай бұны да тартамыз. Төмен, лига, жоғары, төмен. Енді 12 жоғары және 10-да 10 лига. Келесі 10-да 8. Төмен, лига, жоғары, төмен және 12 үстіңгі шекте жоғары. Жоғары мына саусағымызбен үстіңгі шекте бұлай тартамыз. Жоғары қағыс. 10-да 10. Келесі бізде 12-ші қатарымыз 0-ден 0 ашық төмен қағыс және 12-де 10-ды бұлай ұстап қаламыз. Яғни қағыс қақпаймыз, тек қана төмен қағамыз ашық. Және осы жерде жоғары қағыс. Қосқан кезде болады. Келесі осы жерде тұрып тағы да төмен қағыс және 10-да 10-ға лига жасаймыз. Келесі 7-де 8, алдыңғы тактте қайталағамыз. Тартамыз және осыны 2 рет қайталаймыз. Келесі 13-ші қатарымыз үстіңгі шекте ойналады. Үстіңгі шекте ойнаймыз. Тек қана алдында да айтқан болатынмын, бұлай ұстап алсаңыздар, астына тимейді. Астыңғы шекте, тек үстіңгі шекте ойнаймыз. 7 лига, 7 төмен, лига, жоғары, төмен, 10, 8 төмен, лига. Мына жақ тартпаймыз. 8, 7, келесі 7-де 5. Бұл бізде басында бізде осыны ойнаған болатын сол жер. 7 ойнаймыз. Келесі бізде 14-ші қатарға өттік, яғни 14-ші қатар енді тек қана үстіңгі шекте ойнаймыз және соңғы қағыста ғана жоғарыда астыңғы шекті қосатын боламыз. Яғни ашық біріншісі 0 төмен және 8-ге лига. Бұлай төмен 0, екінші саусақпен 8-ді басамыз. Жоғары, төмен және 7-де 8 ұстаймыз да жоғары. Бұлай тартамыз жоғары. Егер бірге ұстаймыз жоғары. Келесі осыны 2 рет тартамыз. Дәл
дәл осылай 10-да ойнаймыз. Мына жерде 10-ды 3-ші саусақпен ұстаймыз. 2 рет. Келесі қайтадан 8-де 2 рет. Келесі 7-де 0, 7, 7, 5, 0, 7, 7, 5. Мына 7-ні де 3-ші саусақпен ұстағанымыз дұрыс болады. Келесі қайтадан 8. Және осы жерде ең соңғы қағыста астындағы 7-ні емес, үстіндегі 7-ні ұстаймыз. Жоғары. Тартамыз. Және келесі бізде 16-ші қатарымыз. Ол бізде ең басында 1-ші, 2-ші қатарда ойнаған болатынымыз. Соны қайталап шығамыз. 1-ші, 2-ші қатарда, яғни 16-ші, 17-ші қатарларымыз қайталанады бізде. 16, 17 және 18-ші қатарлар. Естеріңізге түскен болар деп ойлаймын. Өйткені біз бұл көңіл толқын күйінде ең көп қайталанатын бөлігі осы бөлігі болып табылады. Сосын осы жерін жақсылап есте сақтап алыңыздар. Бұл бізде тағы да еске сала кетейін. Бірінші бөлімде, бірінші, екінші қатарда бұл үйретілген. Егер түсінбесеңіздер, сол жерден қарап үйренсеңіздер болады. Енді келесі бізде 19-ші қатарымыз. Бұл күйдің саға бөлігіне келдік. Яғни көңіл толқынның күйінің саға бөлігі. Жалпы күйдің сағасы ол бізде домбыраның астыңғы бөлігінде орындалады. Кеттік. Ең бірінші бізде тек бұл астыңғы шекте ойналады. Үстінде бас бармақты бұлай қойып аламыз үстіңгі шекке. Тек астыңғы шекте ойнаймыз. Астыңғы шектің көмегімен. Кеттік. Ең бірінші бізде 12. Төмен. Және ілеміз. Бұлай. 0-ден 0. Төмен, лига, жоғары, төмен, 14, жоғары. Келесі 15. Төмен, лига, жоғары, төмен. Және 14, жоғары. Келесі 12. Төмен, лига, жоғары, төмен. 15-ке өтіп кетеміз. Сразу 3-ші саусақпен жоғары. Келесі 14. Төмен, лига, жоғары, төмен. Келесі 12. Төмен, лига, жоғары, төмен, лига, жоғары, төмен. 14 жоғары. Келесі 15. 15, лига, жоғары. Және 17-ні аламыз. 4-ші саусақпен төмен, жоғары. Келесі 14. 14, лига, жоғары, 14, 17 жоғары. Келесі 15. Төмен, лига, жоғары, төмен, 14. Келесі 21-ші қатарымыз. 12, лига, жоғары, төмен, 15. Келесі 14, бірінші саусақпен. Төмен, лига, жоғары, төмен, 17 жоғары. Және 15-ші перне. Бірінші саусақпен астыға қарай түсіп баратырмыз, байқасаңыздар. Төмен, лига, жоғары, төмен, 19. Ең соңғы пернен жоғары. Келесі 17. Төмен, лига, жоғары, төмен, 15. 14. Келесі 22-ші қатарымыз. 14. Төмен, лига, жоғары, төмен, 17 жоғары. 15. 15-ші перне. Төмен, лига, жоғары, төмен, 14. Келесі бізде 12. Бірінші саусақпен. Төмен, лига, жоғары, төмен, 14 жоғары. Және 12-нің өзінде тұрып, төмен, лига, жоғары, төмен, жоғары. Осы жерде 12-де. Төмен, лига, жоғары, төмен, жоғары. Енді асықпай осы саға бөлігін тағы бір рет ойнап көрсетейін.
Осыны асықпай қарап, осы саға бөлігін үйреніп аласыздар. Кеттік. 12-ден басталады. Келесі біз 23-ші қатарымызға өтеміз. 23-ші қатар ол жерде 7-де 7. Жаңа саға бөлігін біткеннен кейін 7-де 7-ге көтерілеміз. Және бұл жерде бізде бірінші бөлімде қайталанған. Тағы да көрсетіп өтейін. 7-де 7-ні ұстаймыз. Төмен, лига, жоғары, төмен, 8 жоғары, 7-де 7 лига аламыз. Келесі 5-де 7 лига жоғары, төмен және үстіңгі шектегі 8 жоғары. Қайталаймыз. Келесі 8-де 8. Дәл осылай қайталаймыз. Төмен, лига жоғары, төмен, жоғары, лига, 7-8. Лига жоғары, төмен және 10 үстіңгі шекте. 4-ші саусақпен жоғары. Қайталаймыз. 2 рет. Келесі 7-де 7. Енді осы жерде 8-7 лига жасадық. 5-де 5-ке ауысып кетеміз. 25-ші қатар бұл бізде. 5-де 5 лига. Жоғары, төмен, 7 лига, 3-де 5 лига, жоғары, төмен, 7-де 7, 3-ші, 4-ші саусақтың көмегімен және 7-де 5 лига. Деп бізде 26-ші қатарымыздың 2 тактісін бітірдік. Енді келесі 3-ші, 4-ші тактілер ол бізде келесі бөлімге үйренетін боламыз. Осы бөлігін жақсылап қайталаңыздар. Бізде бұл күйдің саға бөлігі ең әсерлі бөлігі болып табылады. Тек қана саға бөлігін тартып көрсетейін.